Шардара қаласында 150 орындық емхананың құрылысы былтыр мамырда басталған. Жобалық сметалық құжат бойынша мұнда жедел жәрдем станциясы қарастырылған. Құрылысшылардың қарқынын жауынды ауа райы да баса алмады. Кестеден қалмас үшін тығыз жұмыс тәртібіне көшкен. Қазір таңға дейін біз 200 миллион ақша қаражатты игердік. Құда қаласа 2020 жылы қараша айында нысананы бітіреміз деп отырмыз. Қазіргі таңда 52 адам жұмыс істеп жатыр. Қанша техникаңыз бар? Қазір 11 техникамыз істеп жатыр. 2 кранымыз бар, погрузчигіміз бар. Құрылыс материалдарды қақтан алып жатсыздар? Құрылыс материалдарды осы өзіміз отандық. Нысан пайдалануға берілсе, шардаралықтарға медициналық көмек көрсету сапасы артады. Бір ауысымда 150 адамды қабылдауға мүмкіндік туады. Жедел жәрдем станциясы науқастарға шұғыл қолдау көрсетеді. Бұл нысандардан бөлек Шардара қаласында көп қабатты үй пайдалануға берілмек. 2 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы былтыр басталды. Конкурстық құны 372 миллион, біреуінікі 376 миллион теңге. Былтырғы жылға ол жағы іргетастарын бәрін құйдық, бөлінген 40-80 миллион теңге бөлінген, оны толығымен игеріп шықтық. Ал енді биылғы жылға қосымша қаржы бөлінді, енді осы жылы 80 азаматты тұрғын үймен қамтимыз деп отырмыз. Қаладағы Ыбырай Алтынсарин атындағы 60 орындық бастауыш мектептің құрылысы былтыр басталған болатын. Білім ордасының құрылысы биыл аяқталып, оқушылар су жаңа партаға отырады. Шынар Оразова, Талғат Әбдінәбиев, Саид Ахмедов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.